Хақназар ханның әкесі. Қасым хан шығар. Өз заманының аса ірі әскери қолбасшысы 1162-1227 жылдары өмір сүрген кім? Әмір Темір. Македонский. Ой, Шыңғыс хан. Дұрыс. Шыңғыс хан болып кетті. 12-ші. Жалпы тарих Шыңғыс ханды қай жерде жерленген деп көрсетеді? Монғолия жерінде жерленген деп көрсетеді. Дунайдың бойында деп айтамын. Жоқ. Ресейдің жерінде шығар, может, Казань. Белгісіз жерленген жері. Ой. Отырар қаласының орны қай жерде? Отырар қаласында. Түркістан облысында. Дұрыс. Чехословакия 1993 жылы қандай елдерге бөлініп кетті? Чехия және Словакия. Жер бетіндегі халықтың көбі қай тілде сөйлейді? Халқы қазір. Жоқ. Английский? Жоқ. Онда қытайша? Адам Дұрыс, тілінде. қытайша. Қазақ хандығының соңғы жырауы деп танылған байұлы Беріш руынан шыққан батыр, ақын, күйші кім? Дәулеткерей? Жоқ. Махамбет Өтемісұлы. Дұрыс, Махамбет Өтемісұлы. Жас партизандар кітабының авторы әйгілі партизан. Қасым Қайсенов. Дұрыс. 1912 жылы Атлант мұхитында болған қайғылы оқиға. Титаник құлауы. Батып кетуі. Әлемдегі қысқа ойындарға арналған ең биікте орналасқан таулы кешен, яғни каток. Альп тауында шығар? Жоқ. Біздің Алматыдағы не ғой? Шымбұлақ па? Жоқ, Шымбұлақ емес. Медеу. Анау Қасыбеттегі орналасқан.